Қайрат футбол клубының жас қақпашысы Шерхан Қалмұрза матчтан кейін көптеген қазақстандықтардың жүрегін жаулап алды. Команда жанкүйерлері оның Instagram парақшасына көптеген ыстық ықыласты пікірлер қалдырды. Сен Эмбаппені уайымдаттың деп жазды жанкүйерлер. Естеріңізге сала кетейік, кеше 3 қыркүйекте Алматыда қазақстандық футбол тарихында аңызға айналған матч өтті. Онда Қайрат пен Реал кездесті. Қонақтар 0-5 есебімен жеңіске жетті. Алайда жанкүйерлер қарсыластың ірі жеңісіне емес, жас қақпашы Шерхан Қалмұрзаның ойынына назар аударып қолдау көрсетті. Сен нағыз сұлтансың, бүкіл командасы үшін жалғыз өзің ойнадың. Сен болмағанда есеп 15-0 болушы еді. Есеп 0-10 болуы мүмкін еді, бірақ сенің қайсарлығың мен ерлігіңнің арқасында олай болған жоқ. Соңғы секундқа дейін қол қусырмай күрестің. Бұл нағыз мінез. Сен Эмбаппені уайымдаттың. 18 жаста әлем жұлдызға қарсы шайқастың. Батырсың, Алла тіл мен көзден сақтасын. Сен чемпион, сен атақты болып ояндың. Сен екеуіңнің араларында 10 жас айырмашылық бар. Оның тәжірибесі молдау, бірақ соған қарамастан сен керемет ойнадың. Қаншама голды сейф жасадың. Нағыз ойыншысың. Осындай қарқынмен 10 жылдан кейін де не болатынын елестетіп тұрмын. Сен әлемдік жұлдыз боласың, деп көрермендері пікір қалдыруда.